Сәлем қыздар. Енді мен сіздерге ұнаған затымызды қалай избранныйға салу керек екенін көрсетемін. Таобауға кіреміз. Міне бұл біздің главный экран. Енді бұл жерде біз өз ұнаған заттарымызды іздеп, оны избранныйға саламыз. Мысалы, осы костюм ұнады дейік, бізге мынау костюм көк шалбармен. Осы нені ашамыз. И міне біздің бұл страницамызды фотоларын қараймыз, суреттерді. Ұнап қалды, бұны алғымыз келмей, бірақ та біз бұны сақтап қоямыз, сосын барып шамалы уақыттан кейін аламыз. Так, енді бұны избранныйға салу қалай ол? Мына алдағы сабақта айтқандай, бірінші тұрған бұл біздің магазиніміз. Осы магазинге кіріп біз тағы да басқа қандай көйлектер сатылатынын, тағы да қандай зат, тағы да басқа қандай киімдер сатылатынын біз көруге болады. Екіншісі бұл осы продавецтің, осы товардың продавецімен сөйлесу. Үшіншісі міне избранный. Осыған жұлдызшаны басамыз, міне қыздар. Жұлдызшаны басып, үстімізден қаншама мысалы сөздер шығады. Ең үстіндегі ол кнопканы бассақ, оранжевый тұрған бұл общий избранныйға салынады. Ал астындағы мысалы жазуларды көріп тұрсыздар ма? Женский футболка, блузка, сумки женский дейді. Мысалы, саян деген мен ұлымның мысалы ашып қойған папканы өзінің ұнаған заттарын салып отырады. Одан кейін тұрған мысалы женский обувь дейді. Осылай мен папка ашып қойғанмын. Осылай сіздерді мысалы папка ашып қойып, каждый затыңызды сортировать етіп салып отыруға болады. Мысалы, өзіңіздің заттарыңызды, балалардың заттарын, мысалы жолдасының заттарын, үйге заттарын, или өзіңіздің заттарыңызды бөліп, обувь, сумки, нижний белье сияқты ашып қойып, чтобы удобно болу үшін осылай салып отырасыз. Ал ол папканы ашу үшін ең астындағы плюсикті, сосын қасына қытайша жазуды, соны басасыз. Именно ең үстінде тұр ғой, осыған мысалы жазасыз. Жаңағы не женский костюм ба? Женский костюм деп жазасыз. Бірақ та бұл жерде орысша, қазақша жазылмайды, тек қана латынша әріптермен жазасыз. Және де көп сөз жаза алмайсыз, қысқа сөздер жазасыз. Мысалы, женский костюм, костюм деп, мысалы, осылай қысқа өзімізге ыңғайлы оқылатын, түсінікті сөзбен жазасыз өзіңізге. Енді жазып болғаннан кейін үстінде тұрған мына оранжевый кнопканы басып сақтап қоямыз. Және біздің костюмымыз автоматически жаңағы папканың ішіне кірді. Енді оны қайдан табамыз? Оны біз міне астында смайликке кіреміз. Личный кабинетімізге. Және де үстінде міне тұр ғой, 217 деген, бұл біздің избранный заттарымыз. Осының ішіне басамыз. Міне кірдік қоя, бұл біздің бүкіл избранный заттарымыз. Жиналып тұрған біздің избранный заттарымыз. Ал мына жерді мен сізге түсіндіре кетейін. Ең үстіндегісі бірінші тұрған ол основной папкалар. Екінші тұрған бұл изображение. Үшінші тұрған бұл сақталған видеолар. Ой, шығып кеттім ба? Жарайды, баспай қояйын үстінен. Төртінші тұрған темалар. Және соңғысы тұрған біздің жаңағы создавать еткен папкалары. Осы папкаға басақ, міне жаңа біз қандай папка создавать етек? Женский костюме, женский костюмға міне осы жерге тұрды. Мына жерде женский футболки, женский блузки, міне мен сумки дедім, бүкіл сумкалар сақтап қойдым. Жаңа ұлымдікі дедім, ұлым өз заттарын сақтап қойды. Міне женский обуви, мынау детский обуви, детский мынау арналған костюмчик, қандай мына женский, тағы да мынау. И осылай мысалы косметиканы мына бөлек сақтап қойдым, очкилерді бөлек сақтап қойдым, шапки,
осылай мысалы сіздерді ашып сақтап қоюға болады. Ал ендігіде екіншісі мынау астындағысы, ол біріншісі товардың статусы. Мына товардың статусы, товардың статусы. Ал біріншісі товардың статусы, екіншісі время добавления, бұл қай уақытта біз добавлять еттік. Үшіншісі ол категория. Қазір енді мен каждына бір-бірден кіріп көрсетейін. Мынау статус товарға басайық. Біріншісі тұрған бұл товарлар со скидкой. Мына басайға. Бұл жерде біздің избранныға жаңағы добавлять еткеннің товарлары скидкамен. Қайсы товар қазір скидкамен тұр екенін көрсетеді. Так, одан кейін жаңағы екіншісі мына. Екінші тұрған қанша бұлар шектеулі товарлар, мысалы аз ғана товар деген шектеуі бар товарлар, мына жерде. Ал одан кейін мына сбой дейді. Бұл енді нақты переводын білмейміз. Сбой деп переводталады. Мүмкін бұл жерде қосқан товарларды какой-то сбой болған шығар, солар шығар. Бұл мысалы бізге бір жағынан керек жоқ. Мынау соңғысы уже сатып алынған заттар. Мысалы сіз избранныға мына жаңа уже сатып алынған заттарымыздан избранныға салып, сатып, ол избранныйдан сатып алынған заттар осы жерде тұрады. Мысалы болашақта сіздер бір товар сатып алып, тағы да ол ұнап, тағы качествосы ұнап, или тағы да таныстарыңыз сұрап, осындай маған тоже товар сатып берші, заказ берейін десе, осы жерден қарап товарыңызды қайтып заказ беруге болады. Келесіге өтейік. Мынау біздің мына екіншіге бастық. Екіншісі бұл біздің осы избранныйға қашан қосылған уақыты. Мысалы бірінші тұрған 7 күнде қосылған, 7 күн бұрын, екіншіде 30 күн бұрын, мына жерде 90 күн бұрын, мынау астында тұрған төртіншісі жарты жыл бұрын, а мына соңғысы тұрған ол 1 жыл бұрын. Ең көбісі ол 1 жыл бұрын. Осылай мысалы тоже қарай аласыздар. Бәрін бетіп избранныйды ақтарып отырмай, мысалы 7 күн бұрын қандай товар добавлять еттіңіз, мысалы соны қарай аласыз. 30 күн, 1 ай бұрын, мысалы 2 ай бұрын, мысалы жарты жыл бұрын, 1 жыл бұрын добавлять етсеңіз, бәрін ақтармай осыны баса салып, одан кейін іздеуге болады. Ал соңғысы тұрған ол біздің категориялар. Мысалы кіріп көрсетейін қазірге. Мына басты, мына категориялар бұл тұр. Бұл жерде бірінші тұрғанымыз біздің осыны бассақ кілең көйлектер шығады. Екінші бассақ кілең футболкалар шығады. Үшінші бассақ кілең нижний белье, мына жерде аяқ киім, сумка, осылай мысалы кете береді. Қазір мысалы қайсына нижний бельеға басып көрейік. Бұл жерде мысалы нижний белье жоқ екен. Мына көйлектерге басып көрейік. Кілең мысалы женский киімдер шығады. Киімдер бұл жерде кілең женский киімдер шығады. Мысалы аяқ киімдерге басайық. Мына жерде мына кілең біз избранныйға добавлять еткен бүкіл аяқ киімдер шығады. Мына жерде детский десек, кілең мысалы балаларға арналған заттар шығады. Аяқ киім, ойыншық, шалбар, мысалы кепки, бүкілі қайсы зат біз избранныйға добавлять еттік, ойыншық, бүкілі осы категорияларда мысалы шығады. Мына духиге мынау үйдің заттар ма? Осылай мысалы қарап сумки, мысалы қазір бүкіл сумкалар мысалы осы жерге бөлек өзі автоматически таубау өзі тағы да сіздерге бөліп береді. Енді қыздар, мен айтайын дегенім, егер сіз бір зат алғыңыз келсе, осы избранныйға саласыз,
Енді ол избранныйдағы затты алмай тұрып, сіз ең алдымен осы ұқсас затты қарау керексіз. Мысалы, бұл зат сізге, мысалы, сіз избранныйға салып қойдыңыз, сіз оның ештеңесін, мысалы, отзывын қарамай, жай суреті ұнады, мынау әдемі екен деп, мысалы, қызықты екен деп избранныйға салып көрдіңіз. Енді избранныйдан сіз сатып алғыңыз келсе, сіз сразу сатып алмай, бірінші мынаны басып, осыны ұқсас товарларды іздеңіздер. Мүмкін осы сіз таңдаған заттан тағы да арзанырау бар шығар, мысалы, качество жақсы бар шығар деп, мысалы, осы кнопканы обязательно қолданыңыздар. Мына осы кнопканы басамыз, и бізге Taobao осындай сумка сияқты басқа магазиндерден тағы да тауып береді. Қазір мына Taobao тауып береді. Міне көрдіңіздер ма, қаншама сумкалар бізге, тура осындай сумкалар бізге тауып берді Taobao. И бұл жерде бағалары да әртүрлі. Это значит, міне Zara дейді фирменные, осыған кіріп, мысалы, бұның качестволарына, отзывтарына қарауға болады. Мысалы, біріншісіне кірейік, міне сумка. Міне видеосын қарауға болады. Фотолар бар сіздерге алдағы сабақта көрсеткендей. И міндетті түрде қыздар, ең самый ол бастысы отзывтарға қараймыз. Мынау живой фотоларға қараймыз. Ең бастысы отзывтарға басамыз. Мына бұл жерде живой фото. Үстіндегі қыздар, мына көрдіңіздер ме, мынау мыналар, мына осыларға әр біреуіне басып көруге болады. Мысалы, мынау жерде 650 деген тұрып бассаңыздар, бұл жерге тек қана сіздер фотосы бар отзывтарға ғана жазады. Фотосымен, мысалы, кейбіреуіне анау, біреуіне фото ұнады, біреуіне мысалы размер ұнады, біреуіне цвет ұнады, қайсына не ұнады, сол жерге, мысалы, мына Taobao бөлек-бөлек реттеп салып қойды. Соны әр біреуін басып сіздерге қарауға болады. Мына жерде қана фотолар, көрдіңіздер ма? Мына жерде қана мынандай киіп көрсететін, мысалы, қойып қойды. Осылай, мысалы, тауып сіздерге қарауға болады. Так, қыздар, енді не айтайын? Осылай мына избранныйға салып, реттеп, өздеріңіз қалаған уақытыңызды алып, избранный заттарын сосын сатып алуға болады. Және де, мысалы, жаңағы біз сумкаға кірген кезде тағы да бөлетін нәрсеміз, ол көңіл бөлетініміз, ол магазиннің рейтингіна. Мына рейтинг магазина. Бұл жерде корона тұр, мысалы, 5 корона деген жақсы. Значит, бұл қаншама 10 мыңнан аса, продажа 100 мыңнан аса продажа жасалынған. Мына жерде магазин рейтингі, мысалы, 4-7 көп, ол это значит жақсы деген сөз. Мысалы, доставка жағынан жақсы, мысалы, ответ беру жағынан жақсы, консультация жағынан, сосын качество жағынан жақсы. Адамдар солай өзен нелерін рейтингтар қояды. Бұл общий магазиннің рейтингі, қыздар. Осыған самый ең басты көңіл бөлетіндеріңіз отзыв пен магазиннің рейтингіна.